Баршаңызға сәлем. Біз бүгін 3 қана ингредиенттен тұратын өте жеңіл, дәмді салат дайындаймыз. Ол үшін бізге капуста керек. Капустаның осылай бір бөлігін бөліп аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, өте ұсақтап, майдалап, соломка етіп турап шығамыз. Жіңішкелігі видеода көрсетілгендей болады. Ыдысымызға орналастырып, үстінен себелеп, татымына қарай тұз саламыз. Қолымызбен капустаны жақсылап мұжып аламыз. Одан соң консервідегі жүгерілерді қосамыз. Келесі аскөк саламыз. Майонез салып, жақсылап араластырамыз. Қалауыңызша чеснок салсаңыздар болады, бірақ бұл міндетті емес. Міне, біздің салат осымен дайын. Ас болсын.